Жалпы абырой басқа, атақ басқа, иә. Атақты болу үшін адамдар не істемей жатыр? Біреулер тіпті жаңағыдай құм шайнап, тас түкіріп жатқандар бар. Біреулер үйінде отырып ақ жаңағы әлеуметтік желінің арқасында атақты болып жатады, иә. Енді атақты болу бұл бақ па, бап па? Жалпы тағдырдың әлде бізге берген сыбағасы ма? Әлде бұл бір өзіңіздің басыңызға берген бір миссияның көрінісі ме? Осы жайлы айтып берсеңіз. Қасиетін ашқан адам ол атақты. Басқа атақ жоқ ол жерде. Атақты саған өкімет бермейді, туысқаның бермейді, атақты адам бермейді. Атақты сенің рухың жаныңа береді. Сенің рухың жаныңды көтереді әлемге. Сол атақ болады. Атақты сырттан іздемеңдер, іштен іздеңдер. Сонда ұшып жүресіңдер сендер. Сол кезде адамдар қарайды да, мә, мынау деген керемет адам ғой дейді. Өздері ақша әкеп береді ғой. Рухы оянған, рух пен жаны үндескен адам атақты болады. Әр адам атақты болып жүрген адамдар, олар соған жеткен адамдар.